Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен тағы да биылғы оқу жылында қауышқаныма өте қуаныштымын. Ал бүгінгі біздің сіздермен қарастыратын тақырыбымыз Горнер схемасына берілген есептерді шешу. Яғни бұл Горнер схемасына берілген есептер деп аталмайды. Жалпы негізінде есеп көп мүшелер тақырыбына берілген болса, онда есептерді біз Горнер схемасы бойынша есептеп шығаруымызға болады. Енді Горнер схемасы ол негізінде көп мүшелер тақырыбына берілген дедік. Яғни көп мүше қандай да бір көп мүшенің немесе көп мүшеден тұратын теңдеудің есебінің мына біз безу тақырыбын, безу теоремасын айттық. Сол теоремаларға яғни қалдықтан бөлу теоремасын айттық. Сол тақырыптармен өте байланысты, тығыз байланысты тақырыптардың бірі. Сондықтан да осы тақырыпқа бір есеп шығарып көрейік. Міне мысалы f от x тең 14x азайту 4 плюс 27x 4 дәрежелі минус 9x 7 дәрежелі деген өрнек берілген екен. Көп мүше, иә? Мен мына жерде сарымен бояп қойған себебім нақты айтатын болсақ, біз алдыңғы тақырыпта ғана өткенбіз. Бұның аты нақты айтатын болсақ, бір айнымалысы бар 7 дәрежелі 4 мүше. Ал енді ең бірінші сұрақ онымен байланыстыру үшін осы көп мүше стандартты түрде тұрма? Тұрмаса неге деген сұраққа өздеріңіз жауап беріңіздер, иә? Біз қай уақыт ең бірінші сонымен бұл есепті дұрыс шығару үшін біз ең бірінші көп мүшенің стандарт түрінде. Енді бізге дейді осы көп мүше мынадай дейді, есепте былай берілген екен. Осы берілген көп мүшені x плюс 1 екі мүшесіне бөлгендегі қалдықпен бөліндіні көрсетіңіз дейді. Яғни осы көп мүшені мынадай gx дей салайын. gx-іміз тең x плюс 1 деген екі мүшеге, мынадай екі мүшеге бөлгендегі қалдықпен бөліндіні тап дейді. Мен сіздерге көрсетіп қойдым. Мына жерде біз мына gx-ті міне былай жаздық. Яғни qx-қа бөлген кезде мынау бөлінді болады. Енді қалдық болса, ол әрине толымсыз бөлінді. Ал енді rx дегеніміз қалдық. Яғни бізге айтып тұр, осы бөліндімен мына қалдықты анықта дейді. Ең бірінші бұл жерде біз логикалық тұрғыда шешіп алатын бір-ақ нәрсе бар, ол екінші мына бөліндінің, толымсыз бөліндінің жоғары дәрежесі, ең үлкен дәрежесі неге тең болады деген. Ол мынау сызықтық екі мүшеге бөліп тұрғандықтан, оныкі міндетті түрде 6 дәрежелі көп мүше болу керек деген нәрсені айтамыз. Сөзді айтамыз, иә? Тұжырым. Демек, енді біз безу теоремасына бірден, Горнер схемасына бірден көшейік. Енді ең бірінші біз берілген f от x көп мүшесін стандарт түрде жазып алайық. Стандарт түрде жазатын болсақ, мен бұл жерде бірден мынадай стандарт түрде жазатын болсақ, негізінде көп мүшені біз бүйтіп жазатынбыз. f от x көп мүшесін a0xn дәрежелі плюс a1xn минус 1 дәрежелі плюс тағы сол сияқты кете береді. Ең соңында a деп бұл бос мүше дейтінбіз. Енді осы тұрғыда жазатын болсақ, біз онда 9x 7 дәрежелі дейміз. Қосу. Бұдан кейінгі неше дәрежелі болу керек? Яғни мынау ереже бойынша жазатын болсақ, ол 0 көбейту x-тің 6 дәрежесі болады. Плюс 5 дәрежелі бар ма? Жоқ. 0 көбейту x-тің 5 дәрежесі. Одан қосу 27 x 4 дәрежелі. Қосу 3 дәрежелі x жоқ, сондықтан 0 көбейту x-тің кубы. Квадрат x жоқ, сондықтан 0 көбейту x-тің квадраты. Қосу 14x азайту 4. Міне, шын мәнісінде бұл. Біз яғни берілген көп мүшені біз толығымен жазып алдық. Демек, мынау бізде a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7. Яғни егерде бізде көп мүше 7 дәрежеде беріліп тұрса, оның жалпы мүшелер саны 8 болу керек негізінде. Бірақ та бізде арасында қаншама мүшелер жоқ, сол себепті ол қысқа ғана беріліп тұр. Яғни енді осыны біз Горнер схемасына салатын болсақ, Горнер схемасында бізде мынадай кестеге салып шығатынбыз, иә? Ең бірінші мына жерге fx дейтін болсақ, енді бізге қайсыған бөлдіп тұр? Бізге x плюс 1-ге бөлдіп тұр. Сондықтан біз x плюс 1 дегеніміз, біз мынадай теңдеуші. x плюс 1 тең 0 деген теңдеуші жетін болсақ, онда x тең минус 1 деп жазамыз ғой. Осылай жазамыз. Сол себепті мына жерде x тең минус 1 деп жазып қоямыз.
Енді мына жерге қазір біз мынадай дүниелерді жазып шығамыз. Енді мына жерге А0, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7. Бізде А7-мен бітіп тұр. Сондықтан енді сәйкесінше элементтерін жазып мен түсінікті болу үшін мынадай өзге постымен жазып көрейін. Мынарда -9 сіздерде А7 дегендеріңіз -9. Мыналарыңыз 0. 0. Мынауымыз А3-іміз 27-ге тең. 27 ме? -27. 27. А4-іміз 0. A5'imiz kaça? 0. İyi. A6'mız 14. 10 -4. Енді бір нәрсе. Өте мұқият болатын бір дүние бар. Мынау дұрыс көрінбей қалып тұр. 14. Мына 0, 0, 27, 0, 0. Енді бір нәрсе бұл жерде өте мұқият болатын. Енді Герон схемасын есептеу қиын емес. Всегда біз айтамыз, мынау -9 ғой мына жерде. Енді бүйтіп ойласақ, міне біздің қазір пайда болатын мүшеміз басқаша айтқан кезде x плюс 1 мына жерде. Мына жерде бізде 9x-тің 7 дәрежесі болу үшін -9x-тің 7 дәрежесі ол -9x 6 дәрежелі болды ғой. Демек, мына жердегі А0 мен мына келесі пайда, мына екінші жолда, мына бір арада. Бұл жерде біз мына пайда болатын мына бір QX деген көп мүшенің коэффициенттерін анықтаймыз. Осыны біз одан коэффициенттеріне сәйкесінше 6 дәрежелі, 5 дәрежелі деп төмендетіп жаза береміз. Себебі 6 дәрежеге мына x дәрежені көбейтсек, x-дің 7 дәрежесі болады. Демек, мынаға мен -9-ның өзін жазып қоямын. Яғни -9-ды мен қазір -9-ды мынаған көбейткен кезде менде -9x квадрат 7 дәрежелі шығайын деп тұр. Сондықтан А0-іміз мына жерге тең болады. Енді мына жерде ме қойын, оны біз басқадай әріппен айтатын болсақ, біз егерде QX-ті нақты мысалға V0x n дәрежелі плюс V1x n-1 дейтін болсақ, мына жерде Vn дейтін болсақ, міне бүйтіп жазатын болсақ, мына V, мына беріліп тұрған A-дан A0 мен V0 бір болады, бірақ та мына ненің ондағы дәреженің несі бірге кем болады. Міне мына 2 дей салайын. Міне, яғни бірге кем болып бір сызықтыққа бөліп тұрмыз. Енді шығара берейік. Енді мына жердегі коэффициент табу үшін, яғни мына екінші элементтің коэффициентін табу үшін біз мынаған көбейтеміз, яғни -9-ды мына -1-ге көбейтіп мынараны қосамыз. Яғни 9, 0, 9 болады. Енді мына элемент табу үшін осы арада пайда болған санды мынаған көбейтіп, жаңағы x-тің мәніне -9, оған өсек -9. Енді мына жердегі элемент табу үшін -9-ды мына -1-ге қайтадан көбейтіп мынаған қосамыз. Яғни -1-ге -9-ды көбейтсек 7-9, оған 27 болса 36. Енді 36-ны -1-ге көбейтіп 0-ге қоссақ -36 шығады. Енді -36-ны -1-ге көбейтіп 0-ге қоссақ 36 шығады. Енді 36-ны -1-ге көбейтіп 14-ті қосатын болсақ -22 шығады. Енді -22-ні -1-ге көбейтіп -4-ті қосатын болсақ, енді ол +22, одан 4-ті алып тастасақ 18 болады. Сәйкесінше біз мына шыққан сандар, ол мына келесі пайда болатын Q деген толымсыз бөлім дедік қой, соның x-терінің алдындағы коэффициенттер. Яғни -9x плюс болады 9x 5 дәрежелі, азайту 9x 4 дәрежелі, қосу 36x 3 дәрежелі,
азайту 36 x квадрат. Қайсысына кетті? Мынау кетті. Плюс 36 x минус 22. Енді бізде екі рет сан пайда болып қалды. Егерде мына біреу берілген, мына біреу x тең минус 1 деген сан мына өрнектің мына теңдеудің түбірі болса, онда ше бізде мына ақырғы мүшенің астында 0 шығушы еді. Яғни бұл A7 деген ақырғы мүше, ол бізде қалдық R. Қалдық. Яғни бұл қалдық 18 болып тұр. Қосу 18. А бұны біз бітіп жазамыз. Қалдық 18. Демек, бізге мынау түрде жаз десе, онда ше біз айтамыз, QX-іміз, яғни толымсыз бөліндіміздің түрі мынау болды. Минус 9x 6 дәрежелі плюс 9x 5 дәрежелі азайту 9x 4 дәрежелі қосу 36x куб минус 36x квадрат плюс 36x минус 22. Ал қалдығымыз, яғни мына жерде x қоймай-ақ бітуге де болады. Енді бұл жерде қалдық деп жазсақ, енді қалдығымыз, яғни минус 1 деген санды қойған кезде қалдығымыз минус плюс 18 болды. Міне, осындай болды. Демек, біз жаңағы толымсыз бөліндімен қалдықты таптық. Міне, бізге безу теоремасы осылай қалдықты немесе берілген мына бір сан, яғни берілген көп мүшенің түбірі бола ма, болмай ма екенін осылайда анықтауға болады екен. Мына жерде мен мысал үшін жазған, бұл қажет жоқ. Егер ол түбірі болса, мына x тең минус 1, онда біз алуымызға болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.